Бибігүл Иманғазина 24 желтоқсан 1942 жылы Ақтөбе облысы Шалқар қаласында дүниеге келді. Бибана қайырымдылық қорының президенті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. 17 жасында кенеттен мүгедек болып қалған ол, өмірдің бар тауқыметін тарта жүріп, 2 баланы тәрбиелеумен қатар шығармашылықпен айналысты. 1990 жылы бала тәрбиелеп отырған мүгедек аналардың республикалық Бибана қоғамын құрды. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, қоғам қайраткері, Бибана қорының құрылтайшысы және президенті. Бүгінде мүгедек аналар республикалық Бибана қоғамының президенті. Тауқымет атты күрделі шығармасын жазды. Оқырманы көп, автор дипломына ие болған бұл романның бірінші томы 1995 жылы жазушы баспасында жарық көрген. Құрмет орденімен марапатталған.